Бисмиллах, ассаламу алейкум рахматуллахи баракатух. Бүгінгі шығарылым өте пайдалы болмақ, себебі маған бір эфирмен 25 миллионға продаж жасаған техникамен бөлісетін боламын. TikTok арқылы кәсіпті қалай дамытуға болады? Ең актуальный темалардың бірі деп айтатын едім. Қазір негізі TikTok тез дамып жатқан платформалардың бірі ғой. Егер оны дұрыс қолданатын болсаңыз, бизнесіңізді жаңа деңгейге көтере аласыз. Тіпті нөлден тез арада табыс табуға мүмкіндік пайда болады, сіз егер TikTok-ты меңгеретін болсаңыз. TikTok бұл басында ойын сауық алаңы болғаны рас, балалардың отыратын платформасы болғаны рас, ал дәл қазір ол сатылым мен брендтің ең тиімді құралдарының бірі деп айтатын едім. Бұл жақта бірден танылып кетуге болады TikTok-та, және де сатылымды бірден жасауға мүмкіндік көп. TikTok стриммен бизнесін дамытуды, TikTok стриммен нөлден товар сату, қызмет, инфоөнім сатудың стратегиясын бүгінгі видеода бөлісетін боламын. Жалпы TikTok-тың бизнестің дамуына қандай әсері бар? Бұл алгоритмдері күшті, аудиториясы өте үлкен және органикалық жолмен оқырманды да көбейтуге болатын, жеке брендті қалыптастыруға болатын, тіпті жақсы табыстауға болатын платформа. Қазіргі таңда енді бұл неге TikTok қатты танылып кетті? Себебі ол жақта ең төмен бағадағы товарлар сатылды да. Ең төмен бағада товарлар. Сонымен TikTok платформасы танылып кетті. Бірақ бұл жерде ең маңызды ключевой момент минималды сума, яғни ең төмен шығынмен өте үлкен табыс табуға мүмкіндік бар. Енді былай айтайықшы, таргетке біз әртүрлі суммада ақшалар саламыз ғой. Бұл жақта сен 1000 теңге салып, 4000 адамға, 5000 адамға товарыңды, қызметіңді, инфоөніміңді көрсете аласың. Бірақ ең басты дүние бар, енді бұл жерде дұрыс стратегия мән беру керексіздер. Дамыту үшін кез келген нәрсені. Бүгін енді сіздерге бөлісетін менің нақты қадамдарым бұл TikTok-пен жұмыс жасауға арналады. TikTok-пен сіз тек қана товар емес, TikTok-пен өзіңіздің қабілетіңізді, өзіңіздің біліміңізді, өзіңіздің услугыңызды сата аласыз. Негізгі 5 қадамға тоқталсам, біріншіден TikTok-та дұрыс контент жасау керексіз. Дұрыс стратегиямен контент жасау керек. Екіншіден, TikTok-тың трендтарын қолдану керексіздер. Үшіншіден, тікелей эфир арқылы сатылым жасау керексіздер. Мен эфирге сөйлей алмаймын, мен қарай алмаймын деген болмайды. Төртіншіден, вирусқа айналатын видео түсіру керексіздер. Бесінші қадам бұл аудиториямен белсенді байланыс орнату. Жалпы енді бұл осы нақты 5 қадамға жеке-жеке тоқталсақ, сіз осы қадамдар жасау арқылы TikTok-та тез дамып, алғашқы ешқандай шығынсыз табысыңыз табуға мүмкіндігіңіз бар. Дұрыс контент стратегиясын қалай жасаймыз? Бұл енді TikTok-та видео түсіру ғой, контент дегеніміз осындай бір өзіңіздің білетін дүниелеріңізбен бөлісу, тіпті сататын өнімдеріңіздің құндылығын ашу деп алайықшы. TikTok-та ең маңыздысы бұл контенттің сапасы емес. Бұл идеяның мықтылығы болып табылады. Мысалға, сіз планшет сатасыз ба? Бала телефон ойнап жатқан жерінен көзің кетті деген жерден ұстап алуыңызға болады. Немесе онлайн жұмыс жасайтын бухгалтерлердің бухгалтериялық курс оқып алдың, жұмыс жасауға, ноутбукқа алуға қаражатың жетпей жүр ма деген сияқты бір мықты идеялармен ұстап қалуыңа болады да. Бизнеске арналған контенттерді пайдалы кеңестер берсеңіздер болады, товарларға обзор жасауға болады, әртүрлі товарларға шолу жасауға болады, сұрақ жауап, тапсырыс берген клиенттердің отзывтарын, пікірлер деп жатамыз ғой, сондай дүниелерді шығаруға болады. Бұл енді контенттің стратегиясы. Яғни бұл жақта контенттің сапасы маңызды емес, сен просто саласың, шығарасың, болды. Ол үшін студия жалдаудың, ол үшін мобилограф жалдаудың, ол үшін монтаж жасаудың қажеті жоқ. Бірақ әзірге алдағы уақытта қиындайды, сол үшін дәл қазір TikTok-қа кіріп алыңыздар деген бет. Екінші қадам TikTok трендтерін қолдану. Қазіргі именно трендті болып жатырған дүниелерді сіз өзіңіздің өніміңізге, товарыңызға қолдану керексіз. Тренд видеолардың қолдану арқылы сіз TikTok-тың алгоритмі бойынша тезірек рекке шығып, тезірек танылып, тезірек оқырман жинай аласыз. Сәйкесінше ол оқырмандар сіздерге клиент болып келетіні сөзсіз. Ең бірінші сату емес, ең бірінші осы трендтағы видеоларды қолдану арқылы рекке шығып, подписчик жинай алсаңыз, ары қарата сіз жарнама жасау арқылы, болмаса өзіңіздің товарыңызды, қызметіңізді сол видеолар арқылы сату немесе стриммен сату арқылы табыс табылатын боласыз. Именно үшінші қадамын TikTok-пен тікелей эфир арқылы, яғни стрим арқылы сатылым жасау. TikTok-тың стримдары клиентпен тікелей байланыс жасап, сатылымды ұлғайтудың ең жылдам жолы. Неге? Себебі ол жерде сіз деген
бір 99% ана адамға толық товарыңызды көрсете аласыз. Мысалға планшет болса қосып көрсетесіз, ойындар ойнатып, ютубқа кіргізіп, зарядкеге қойып деген сияқты. Өзге маркетплейстардың айырмашылығы осы тиктоктың стриммен сатылуында ғой. Себебі мысалы Каспиден көрсек, біз тек қана ақ фонда бір товарды көреміз да. Озоннан, Вайберстен көрсек, тек қана астында характеристикасын оқи аламыз. Ал TikTok стримінің сатылымында сіз полный көрсете аласыз. Мен өзім айттым ғой, бір эфирмен 25 миллионға продажа жасадым деп. Ол кезде сен эко шубыңды киіп көрсетесің, моделін көрсетесің, түсін көрсетесің, тігісін көрсетесің, ілгектерін тартып көрсетесің деген сияқты товарыңды бір 99% көрсетіп, және оның бір жоғары сұранысқа ие болып сатылуына тікелей әсерін тигізе аласыздар. TikTok стриммен міндетті түрде сату керексіздер, иә. И төртінші қадам вирусқа айналатын видео түсіру. Бұл жерде енді танымал болатын видеолардың ерекшеліктері вирусный видео деп айтамыз ғой. Әркез бір трендта болып жатырған. Вирусный видеоның өзі алғашқы 3 секунды мына көрерменнің назарын бірден ұстап қалу керек. Оның өзінің бір несі бар, шарттары бар да, видеоның структурасы деп айтамыз ғой біздер маркетингте. Бір күнде 5 килограмм арттаған келе ме? Немесе 3 сағатта 1 миллион табудың құпиясы. Мына TikTokпен сатудың 5 қадамы деген сияқты болу керек та. TikTokпен сатудың 5 қадамын осы білген адам табыссыз қалуы мүмкін емес. Бірақ мен әр шығарылымда айтам, білу бір бөлек, жасау бір бөлек. Міндетті түрде жасаңыздар. Енді одан кейін алғаш енді көрерменді ұстап қалдың ғой. И вирусный видеоның тағы бір маңызды жолы, любой сіздің TikTokқа салатын видеоңыздың соңында call to action болу керек. Call to action дегеніміз ол ағылшын тілінен алынған. Орыс тіліне аударған кезде призыв к действию, ал қазақша аударған кезде адамды іс-әрекетке итермелеу. Міндетті түрде сіздің әр видеоңыздың астында call to action болу керек. Сіз сатпасаңыз да парақшама тіркел, лайк бас, комментарий жаз. Яғни ол адамды өзіңіз итермелейсіз. Немесе дәл қазір мен стримда осы дүниеге жеңілдік жасаватын стримға өт. Немесе бұл товарлар бізде 3 күнде акцияға шықты, жеңілдікті пайдалану үшін WhatsAppқа жаз. WhatsAppқа дәл қазір жазу арқылы 10% жеңілдік ал деген сияқты call to action, яғни адамдарды іс-әрекетке итермелеу болу керек. Ал енді 5-ші қадамы TikTokпен сатудың бұл аудиториямен белсенді байланыс орнату. Енді көрермендермен тікелей қарым-қатынас жасау керексіздер, пікірлерге жауап бересіздер. Айгүл ханым, қош келдіңіз, қай қаладансыз, айта отырыңыз деген сияқты. Немесе жазуға енді жалқау болатын болса, сразу айтсаңыз болады. Менің өзімнің зиомаларым бар ма, атыраулықтар деген сияқты, батыстықтар бар ма деген сияқты жазып отырасыздар. Батыстан болсаңыз бірді қалдырыңыз, оңтүстігім қайдасыздар, екіні басыңыздар, астаналықтар, үшті басыңыздар деген сияқты кері байланысқа шақыру. Аудиториямен всегда байланыста болу өте маңызды TikTokта. Яғни көріп отырған адам маған ғана бұл кісі сөйлеп жатыр деп сізден эфиріңізден шығып кетуге қысылады, және сіз оған арнап түсіндіріп жатсаңыз тыңдамай қалуға ұялады. Одан кейін бұл сіздің кері қарым-қатынас жасауыңыз көрермендермен стримдағы жалпы видеоның астында комментариймен бұл сіздің видеоларыңыздың ретке шығуына көмектеседі, комментарий көп болатын болса, және де парақшаңыздағы оқырмандардың көбеюіне әсер етеді. Менде мынандай болған, шәкірттерім арасында Қанбек деген бір шәкіртім болды да, ол бір комментариймен 65 штук бір күнде күрек сатып жүрген. Сөйтіп Қанбек келіп сабақта айтатса, Гүлсұқ ханым, мен комментарий арқылы 65 штук күрек саттым десе, екінші бір шәкіртім айтады да, комментарийға жауап беру керек пе еді? Менен де бәрі сұрап жатыр дейді да. Қанша деп мен ойладым, оған жауап бермеу керек дейді. Біздің қателігіміз осы жерде да. Комментарийға жауап бермейміз, қалып кетеді, уақытылы клиенттермен кері байланысымыз үзіліп қалады деген сияқты. Сол үшін 5-ші қадам клиентпен қарым-қатынасты орнату. Жалпы бизнестің TikTokта дамуына кедергі келтіретін қателіктерді айтайын. Бұл жүйесіз контент жүргізу, басы бар, аяқ жоқ, мана call to action жоқ, клиентті ұстап қалатын не жоқ, назар аударатын 3 секунд жоқ деген сияқты. Біз оны оффер деп жатамыз маркетинг тілде. Клиенттермен байланыс жасамау, және де тікелей эфир өткізбеу. Стрим өткізбедіңіз ба, товарым сатылмады деп ренжімей ақ қойыңыз. TikTokта тұрақты контент жасау ең маңызды фактор. TikTokта тұрақты болмасаң, продажа болмайды, ренжімей ақ қой. Егер аудиторияңызбен байланыс орнатпайтын болсаңыз, бизнесіңіз ұзақ уақыт бойы өспей тұрып алуы мүмкін. Мысалға бар шығар араларыңызда TikTokты оқығандар, оқымағандар, бірақ продажа жоқ. Подписчигі өспейді, стримға адам кірмейді, стримде продажа болмайды, себебі осы қателіктер сізде кетіп жатыр да. Ал енді
TikTok арқылы сатылымды арттыру үшін бізге керегі тауарды нақты пайдалану мысалдарын көрсету. Мысалға, эко-шуба сатқан кезде мен оны киіп тұрдым. Сағат сатқан кезде қолыма тағып, алып, батарейкасымен жүретіндігін жүргізіп, қосып көрсетіп тұрдым деген сияқты да. Шампунь болса, басымызды жуып көрсетіп жатыр шампунь бальзаммен деген сияқты нақты мысалдарды пайдалану. Одан кейін клиенттердің пікірін жариялау. Отзыв деп айтамыз ғой. Сізге бір адам болса отзыв қалдырса, соны көрсетіп отыру. Бұл сіздің сатылымыңызды арттыруға тікелей әсер етеді. Шектеулі ұсыныстар жасау. Мысалға, біз эфирде айтып жатамыз да, дәл қазір алатын болсаң 50% жеңілдік деген сияқты ұсыныстар, ол сіздің сатылымыңызды арттыратын ұсыныстар. Себебі, егер сіздің өнім әдетте 35 мыңға сатылып жатса, эфирде де 35 мыңға алатын болса, дәл қазір ақшасы болмай тұрса, неге ол сенен дәл қазір сатып алу керек? Ақшасы болған уақытта алады да 35 мың теңгеге. Сондай болмас үшін әдетте 35 мың, бүгінгі эфирде алған адамдарға бір жеңілдік болу керек. Немесе бүгінде 35 мың, бірақ бүгін сатып алса, қасына бір өнім сыйлыққа жүру керек деген сияқты әдістерді, шектеулі ұсыныстарды аудиторияға көбірек беруіміз керек. Сонда TikTok стримнің сатылымы арттыратын болады. Одан кейін TikTokта органикалық қамтуды арттыру жолдары бар. Ол дегеніміз трендтік форматтарды қолдану. Бұл кәдімгі табиғи жолмен да, трендта болатын болсаңыз, табиғи жолмен оқырман өседі. Қысқа әсерлі видеолар жасау, қысқа 15 секундтық видеолар. Мен енді бүкіл шәкірттеріме айтам, видео 35-40 секундтан аспасын, ал таргеттік жарнамалық видеолар 15 секунд болу керек деп. Және белсенділік тудыру. Міндетті түрде сұрақ жауап жасап отырыңыздар. Комментарийға да, стримға да, және соны TikTokта бөлісіп отыру міндетті түрде. Жалпы TikTokта бизнесті дамыту үшін мынандай стратегияны жасаңызшы. Бастапты стратегия жасау өте маңызды. Алғашқы 100 видеоны түсіру өте маңызды. Көп шәкірттерім осы 100 видео түсіруден атып кетіп жатады да. Егер нақты осы 100 видеоны тұрақты түсіретін болсаңыз, ары қарата уже сізге жеңіл болып кетеді. Күнделікті 3-5 видео салыңыз. Күнделікті 3 видео салдыңыз ба, сіздің стриміңізде 200 адамнан ашылып кетуі мүмкін. Үшіншіден, нәтижелерді талдау және оны жақсартып отыру. Мысалға, былай айтсақ болады да, бізге бір клиентіміз келді, біздің ұзын эко-шуба сататынбыз, ол клиент айтты да, ұзын эко-шубаны алдым, бірақ маған ұзын болып тұр, негізі қысқасы болса, мен көлікте жүретін едім, ыңғайлырақ болатын еді да. Біз уже келесі жылы қысқа эко-шубаларды әкелдік та, келесі совхоздар. Яғни бұл нәтижені талдап отырып, жақсартуға тырысу ғой. Вот осыған қарайтын болсаңыздар, осындай стратегия жасайтын болсаңыздар, TikTokта товар сатылмай қалу мүмкін емес. TikTokта алғашқы сол 100 видеоны стратегия жасап, эксперимент ретінде салып көріп, осы кезеңнен өтіп кететін болсаңыздар, онда сізде ары қарай контенттен проблема болмайды. Бұл енді мен нақты өзімнің сататын ақылы сабақтарымда беріп жатырған контенттер ғой. Бірге бір жасайтын болсаңыздар, табыссыз қалуларыңыз мүмкін емес. Бұдан да бөлек пайдалы ақпараттар көп беремін. Егер менің каналыма жазылып, лайк басып, комментарий қалдырып, тіпті сұрақтарыңыз болса қойып отырсаңыздар. TikTok кәсіпкерлер үшін керемет мүмкіндік деп айтатын едім. Неге? Себебі заманның түлкі болса таза болып шал дейтін еді бұрын әжем. Сол сияқты қазір заманның өзі сұрап тұр да, қай жерде жаңа дүние бар, біз меңгеру керекпіз. Егер осы стратегияларды қолданатын болсаңыз, TikTokта бизнесіңіз тез дамиды және TikTokта ешқандай шығынсыз алғашқы табысыңызды таба аласыз. Каналға жазылып пікір қалдырғандардың арасында біздің каналдың спонсоры CoinLife компаниясынан сыйлықтар болады. Шарттары: каналға тіркелу, лайк басу, өзіңіздің инсайтыңызды осы жаққа комментарийға жазу, және де осы YouTube'тың сілтемесімен сториста бөлісіп достарыңызбен CoinGulzok парақшасын отметка жасау. Араларыңызда TikTok арқылы бизнес жүргізіп жатқан жандар болса, қандай да бір сұрақтарыңыз болса, келесі шығарылым қандай болсын, қандай сұраққа жауап алғыларыңыз келеді, міндетті түрде комментарийға жазып кетіңіздер.